Біздегі күнделікті уақытымыз осылай үй жинап, үй тазалаумен өтеді ғой негізінде. Негізі еркек адам баю үшін әйел адам кереметтей киіну керек деген сөзді мен естіп алғам ғой. Сөздің барлығын ауыстырып алдым да жолдасыма айттым, сен менің айтқанымның барлығын істейтін болсаң, сенің жұмысың алға басады деп. Ал жарайды, не істейін деп сұраған болатын. Мен сразу iPhone деп соқтым ғой. Негізінде Инстаграмнан 50 мыңнан асатын болсаң, саған телефон алып берем деген болатын. Енді алда 14 ақпан келе жатыр. Енді оны не деп алдаймыз енді? Бірдеңе алдыру керек қой тағы да. Енді бұл жолы телефон алдырдық. 14 ақпанға бірдеңе табу керек. Қыздар, сөздің төркіні былай ғой. 14 ақпан сіздер ойлайсыздар ма? Негізі махаббаттар күні ғой. 14 ақпанда жолдасыңызға бірдеңе алып беретін бедіңіз. 14 ақпан күні жолдасыма сыйлық бергім келіп жүр, бірақ қандай сыйлық екенін білмеймін. Сіздер қандай сыйлық аласыздар? Біз әйелдерде ұят жоқ қой, қанша сыйлық алсақ та тағы да алғымыз келіп тұрады. Мен алғым келіп тұрған сыйлықтар осы Озонның ішінде кереметтей жеңілдіктер болып жатыр. Қыздар, осы кереметтей жеңілдіктерге үлгеріп қалыңыздар. Мен айтқан сілтеме арқылы өтсеңіздер кереметтей жеңілдіктер болады. Инстаграмда актуальныйде, ТикТокта профильде тұр, қолданып көріңіздер.